Қайырлы күн, құрметті оқушылар, студенттер. Қалайсыңдар? Жалпы бүгін біз қызық тақырып өтетін боламыз. Мынандай ғылыми-техникалық революция және оның кезеңдері, яғни қай уақытта басталды және біз қазіргі таңда қандай қтр-дің кезеңінде өмір сүріп жатырмыз. Және де мен Хараридің кітабынан бір-екі кейстар жаңағыдай келтіретін боламын. Жалпы бұл тақырып негізінен 11 сыныптарға керек деп ойлаймын. 11 сынып оқушыларына жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеуде осы ղТР бойынша сұрақтар көптеп келеді негізінен, білуімше. Ал ендеше жайлап бастай берейік. ղТР жазып қоя салайын. Жалпы бізде ղТР дегеніміз не? Және ғылыми-техникалық революция бұл адамзат тарихындағы ең маңызды өзгерістердің бірі болып табылады. Ол біздің қазіргі өмір сүріп отырған әлеуметтік ортамыз, экономикалық, өндірістік жаңағы шығаратын өзіміздің навык деп айтуға болады, дағдыларымызды түбегейлі өзгертіп жіберген революция болды. Бұл негізінен қай уақытта басталды? ղТР-ді негізінен былайша айтқанда қазір 4 кезеңге бөлуге көрсетсек, мысалы бірінші кезең бұл 18 ғасырдың аяғы мен 19 ғасырдың аяғы. Яғни 18 ғасырдың аяғында не болды бізде? 18 ғасырда нақтылай айтқан кезде 1769 жылды көрсетеді. Осы уақытта бізде Джеймс Уатт буын машинасын ойлап тапты. Буын машинасы адамзат тарихын қалай өзгертті деп сұрақты сондықтан қойған болатын. Қазіргі біздің мынау телефон, смартфондарымыз, жабдықтың барлығы, ноутбук, барлығы да, яғни осы революцияның нәтижесінде пайда болды. Ал осы революцияны бастаған бізде қарапайым ғана бір буын машинасы болып табылады. Яғни буын машинасы дегеніміз не? Ол бізде бір мысалы кастрюльге су құйып қайнататын болсаң, су қайнағаннан кейін оның буы жаңағы крышкасын өзіндігінен шығарып жібереді, яғни қимылдатып түсіріп жібереді, яғни будың күші осыған жетеді. Сондықтан бізде адамдар кезінде мысалы мынау көріп тұрғандардай жерде мысалы айналатын дөңгелек деп айтайын, осы дөңгелекті былай қолмен айналдырады адамдар кезінде, яғни машина жүргізу үшін мысалы бір неше түрлі өндірістерде барлық машина керек болды. Мысалы осыны айналдыру үшін қолмен былай айналдырып, бұл біріншіден уақыт тапшы, яғни уақыт көп керек болады. Адамның тапшылығы, мысалы осыны бұрап отыруға төлеуі мүмкін адам. Яғни бұрап отырған адам жұмыс істейді, яғни соған жаңағы осы өндіріс иесі соған ақша төлейді деген секілді. Бұл былайша айтқанда жұмыстың жаңағы өнімділігін арттырмайды, керісінше бір қарқында бір ғана қалып кетті, яғни былай ғана тұра берді деп айтуға болады. Былай дамып кеткен жоқ аспанға қарай. міне осы дөңгелекті өздігінен қимылдау үшін бізде осы жерде мысалға қайнаған суға арнайы мына жерге кастрюль секілді темірдің ішіне су қояды, оның астына от жағып мысалы қайнатады. Қайнағаннан кейін бу мына жаққа барады да дөңгелекті яғни итереді будың күшімен. Дөңгелек айналады, дөңгелек айналғаннан кейін барлық мына жердегі схемалар жұмыс істеп, былайша айтқанда осылай өздері түсініп отырғандарындай жұмыс істейді да бізде еңбек өнімділігі арттырылады, яғни адам қатты қажет етілмейді. Ал ең ұтымдысы бұл жерде бізде уақытты дұрыс жұмсай алу. Яғни мысалы бізде Генри Форд 1913 жылы айтатын болсақ, өзінің машинасы жасау уақытын осы машиналардың бу техникасы анау мынауды қолданғаннан кейін бізде 12 сағатта жасайтын машинаны 90 минутта жасап шығуға мүмкіндік туады. 90 минут емес, бір жарым сағаттың ішінде осындай технологияның арқасында былай жасауға өзінің мүмкіндігі туды. Сол бірінші кезең енді. Ал енді екінші кезеңін айтатын болсақ, бұл бізде 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басы. Бұл жерде не болды? 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында біздің қазақстанмен сәйкестендіретін болсақ, жалпы темір жолдың дамуы, жаңағы паровоздардың пайда болуы, мәшинелердің енді ғана көмір шахталарының, ол да бір өндірістің дамуына жатады, техникалық революция. Яғни өндірісте жаңағыдай кен орындарында бұрын тек адамның қол күші қолданылса, енді бізде осындай машиналарды қолдану арқылы, мысалы бұрғылайтын машиналарды қолдану арқылы көмір қазу деген секілді жаңағыдай жаңа дағдылар қалыптаса бастайды осының нәтижесінде. Оның мысалы бізде жалпы халық санағын да қосып жіберуге болады. Мына жерге мысалы 1897 жылы бүкіл жалпы ресейлік халық санағы не үшін болды? Тек қана бұл халықтың санын білу үшін ғана емес, былай бізде жұмысқа жарамды халықтың саны
оның ішінде ер адамдардың саны, яғни ауыр жұмыстар ер адамдарға жүктеледі ғой, мысалы арнайы. Ер адамдардың санын білу, олардың ішінде ауыр жұмысқа қажеттілерін білу, мысалы олардың білім сапасын қанша. Мысалы 1897 жылы бізде Қазақстан ішінде, қазақ халқының ішінде жалпы білім беру 2-3 ғана пайыз құраған. Енді осыған қарап ойлай беруге болады, бізде технологиядан былайша айтқанда әлі біздің Орта Азияда халықтардың хабар болмады. Енді осы уақытта бізде темір жол салу керек болды Ресей империясына, яғни отарлау мақсатында. Ол енді бөлек тақырып. Бірақ осының барлығын, мысалы темір жол салудың өзі осы тақырыбымызға келіп тұрғаннан кейін оны кім салады? Яғни халықтың өзі салады, яғни жұмысшы болып. Ал одан хабар болмаған, болмайтынын жаңағыдай қанша пайыз осы технологиядан, техникадан хабары бар екенін білу үшін бізде жалпы халық санағы өткізілді, бүкіл ресейлік. Жалпы халық санағында өткізу себептерінің бірі осы, негізінен жұмысқа жарамды адамдарды табу. Осының нәтижесінде жаңағы мысалы не үшін айтып отырмын, бұл екінші ғылыми техникалық революцияға сәйкес келеді. Бұл жерде темір жолдар, паровоздар, жаңағы кен орындарына технологиялардың қолданылуы деген сияқты. Бізде Қазақстанда кеңес одағы кезінде 30 жылдары жаңағыдай неше түрлі кен орындар, осы Қарағандының ішінде де көмір шахталарына техникалар батыстан әкеліп қолданыла бастады. Жалпы осыны айтуға болады. Ал мынау екінші кезеңнен кейін бізде үшінші кезеңді ғылыми техникалық революцияның компьютерлік деңгейге өтуін айтуға болады негізінен. Жаңа айтып өткендей, мынау техникалық революция кезінде бүкіл Еуропа халқында 1750 мен 1800 жылдар аралығында бүкіл жалпы халықтың 10-15 пайызы ғана қалада тұрды. Яғни қалада тұру дегеніміз, біз жалпы 70-80 пайыздық халық ауылда тұрғандықтан, енді ауылда қол еңбегін пайдалану керек болды. Яғни бүкіл шаруашылық өндірістің барлығы осы ауыл халқының қолында болды. Өйткені халықтың барлығы қайда? Ауылда. Яғни ауылға мысалы бу машинасын апаратын болсаң, бұл мынау еңбектің өнімділігін былай арттырады. Еңбек өнімділігі арттырғаннан кейін не болады? Әрине экономика дамиды, халықтың өзінің әл ауқаты жақсарады деп айтуға болады. Үшінші кезеңді жалпы былай компьютерлік дәуір деп қарастырып көрейік. Жалпы неліктен қарастырдым? Бізде ол 20 ғасырдың 50-ші жылдары басталды. Яғни 1945 жылы бізде компьютердің құрастыруымен, жалпы бұның салмағы мына жерде жазылып, мынау осы компьютер, бұның салмағы бізде 30 тоннадай болды. Осының нәтижесінде жалпы компьютерлік жүйе, мынау жаңа айтқандай біздің қолымыздағы гаджеттердің көбісі осының нәтижесінде пайда болды. Мынау 20 ғасырдың 50-ші жылдардағы революция енді бізде компьютерлік деңгейге өтті. Яғни тек осындай гаджеттердің көптеп пайда болуы, көптеп шығарыла бастауы, соның нәтижесінде жаңағыдай аспанға ұшатын зымырандардың да пайдасына жұмсалды. Яғни 1969 жылы адам айға қонды деген секілді. Бұл да технология дамуының қаншалықты жылдам екенін көрсетеді. Мысалы, сіздерде мынандай сұрақ болуы мүмкін: неге осыған дейін былай прогресс бізде былай келеді де 20 ғасырда осылай кетеді, неліктен деп ойлауларыңыз мүмкін. Как раз таки осының себебі бізде біріншіден компьютерлік жүйенің пайда болуы, яғни мынау Америка құрама штаттарындағы хабарды мына жақта Жапония демей ақ қояйын, енді жақын болып қалады былай айтқанда, мүмкін Ресейдің шығыс аймақтарындағы станциялар, халықтар қалай бір хабарды бір сағаттың ішінде былай ала алу бір-бірінен. Бұл ақпарат алмасуды кеңейтеді, коммуникация дамығаннан кейін ақпарат ағыны бүкіл әлемде бір жерден екінші жерге тез таралып отырды. Осының нәтижесінде бір адам екінші ақпаратпен тез таныс болғанның нәтижесінде бұл бізде жаңағыдай бәсекелестікті арттырды. Бәсекелестік нәтижесінде не болды? Әрине ол соғыстарды айтуға болады. Осының нәтижесінде бізде жаңағы прогресс аспанға ұшты деп айттым ғой. Соның нәтижесінде осылай тез қарқынмен дамып кетті негізінен. Мына жерге жазып қойыппын: технология адамды дамыта ма, әлде төмендете ме? Жалпы жаңағыдай Хараридің, Ювал Ной Хараридің еңбегін айтатын болсақ, ол кітабында былай дейді: технология адамды дамыту мүмкіншілігі бар, тәуелді ететін мүмкіншілігі бар.
бірақ қазіргі таңда негізі 1900 жылдарды қарайтын болсақ, адамның орташа өмір сүру ұзақтығы 40-45 жасты ғана құраған қарасаң. Қазіргі таңда дәл қазір бізде 80 жастан көп жасайды. Яғни дамыған мемлекеттерде өмір сүру ұзақтығы 80 жастан көп. Енді осыған қарай отырып қорытындылайтын болсақ, технология адамды дамытып жатыр деп айтуға болады негізінен. Сонымен қатар Қазақстанда жаһандық өзгерістерден тыс емес, IT саласының даму астана хаб деген секілді ұйымдардың болуы осы как раз қтр-дің қазақстанның осы ғылыми техникалық революцияның төртінші буынына ілесіп ары қарай дамуымызға мүмкіншілігін тигізетін ұйымдардың бірі болып табылады негізінен. Ал цифрлық дәуірге келетін болсақ, жалпы қазіргі таңда мысалы енді төртінші кезеңін айтып кетейік. Төртінші кезеңі бұл цифрлық дәуір немесе ақпараттық техникалық революция деп айтсам да болады. Жалпы қазіргі робототехникалар бұл сандық экономика, жаңа жасанды интеллекттің дамуы негізінен. Бұл бізде жиырмасыншы ғасырмен осы 21-ші ғасырды қамтиды. Жалпы бұл кезеңде қазір біз өмір сүріп жатырмыз. Бұл баяғыдай Хараридің тілімен айтсақ, бұл кезең өте үлкен шешуші кезең. Осыған дейін өмір сүрген мәдениеттердің, өркениеттердің жаңағы дәстүрлерінің керексіздігі, және олардың болашаққа бейімделе алмауы, олардың яғни біздің өмірімізді жақсартуға жаңағыдай ешқандай пайдасы тимейтін туралы айтады. Яғни біз адам болашақта өзіміз жасайтынымызды, тіпті қазір биотехнологиямен адам организмін өзгерту туралы неше түрлі жаңағыдай эксперименттер жасалып жатыр. Барлығы осы Хараридің еңбегінде келтіріледі. Жалпы қазіргі таңда биотехнологиямен адам организмін өзгерту деп айттым. Яғни адамды биологиялық құрылымды өзгертетін арнайы технологиялар шығарылып жатыр. Бұл мысалы мен қателесуім мүмкін, бірақ осындай бір қазір 9 яғни осындай бір технология бар. Бұл бізде ДНК арқылы берілетін ұрпақтан ұрпаққа яғни тұқым қуалайтын аурулардың шешімін өзгертетін технология ойлап табылды. Яғни біз ұрпақтан ұрпаққа келетін ауруларды жеңе аламыз осы технологияның көмегімен. Бұның барлығы мынау қазіргі біздің төртінші ақпарат технология революцияға тиісті нәрсе. Біз 2018 жылы Қытайда осы арқылы арнайы қолдан жасалған арнайы өзінің ДНК-сы өзгертілген Қытайда балалар дүниеге әкелді. Бірақ бұл былайша айтқанда ғылым мен мүмкін мораль деп айтайық, моральдың арасындағы өзара бір қарым қатынастың қайшылығын көрсетеді, яғни бір біріне қарсы. Ғылымның қатты дамып кетуі бізде моральдық тұрғыда мынау 2018 жылы қолдан жасалған балалардың туылуы бұл әлемде өте үлкен жаңағыдай шу әкелді деп айтуға болады. Негізінен көп ғалымдар да, яғни мықты ғалымдардың өзі осыны сынады. Бұны неге айтып отырмын? Бұл ақпараттық технология революция қазіргі біз осы кезеңде осындай техниканың осындай дәрежеде дамып кеткен кезеңде өмір сүріп жатқанымызды және оның адамдарды дұрыс қабылдай алмай жатқандығы туралы айтқым келеді мен. Жалпы бұның барлығы неліктен осы тақырыпты таңдадым? Бұл жай ғана жаңағы осы Ювал Ноя Харари деп жазып қоя салайын. Харари бұл бізде еврей тарихшы жазушы, осының еңбегі арқылы жаңағы қтр екеуін байланыстыра отырып қазіргі Қазақстанмен кішігірім кейстер айтқым келді деп сабақтың басында айтқан болатынмын. Жалпы бұл болашақта қысқаша тарихы деген еңбегі бар. Осы тарих, яғни осы кітап дәл осы біздің тақырыбымызбен тікелей бір-біріне байланысты. Хараридің айтуы бойынша былай, жаңа айттым мен төрт кезеңді қарастырып өттім. Төрт кезеңді қарастырып өттік, яғни адамның енді болашағы қандай болады? 20-шы ғасырдан былай қарай. Бізде Харари кітаптың басында осы сұрақты қойып, осы сұрақтың жауабын табуға ізденіс жасайды. Жалпы мен мысалы төрт кезеңді айттым. Біздің техникалық революцияның дамуы соғыстың да әсері бар екенін айттым. Яғни бізде тарих бойынша осыған дейін қалай болды? Жалпы тарих бойынша бізде осыған дейін адамның дамуына не әсер етті? Соғыс, індет, яғни аурулар, аштық секілді қиыншылықтармен күресе отырып, осы қиыншылықтардың нәтижесінде пайда болған біздің техникамыз, дамуымыз енді олар керек емес. Біз соғыстың арқасында дамымаймыз, немесе ашаршылықтың арқасында,
яғни бір соны қарама қарсы әрекет жасамайды, себебі біз қазір бәрін реттеп қойдық дейді. енді дейді иә індеттің алдын алып аштық па, аштықтың алдын алып соғыс па, соғыстың да шешетін жолдарын қарастырып қойдық дейді. Енді бізде болашақта қандай революция болады, қандай бізде қандай жайттар болады, енді адам қалай жылжиды деген сұрақ қояды. оның нәтижесінде адам технологияны қолдану арқылы не дамиды, не өзін шірітеді дейді. бірақ қазір қарап отырсақ, ғалымдардың көбісі яғни моральдық тұрғыда аттап ғалымға тез секіріп кеткен адамдар өмірді жаңағыдай адамдар робот қылып жатқандығы белгілі. Жалпы Харридің айтуы бойынша енді біздің осы ақпараттық қоғамда кім мықты болады, кім алдыға жылжиды, яғни тарих қалай алға жылжиды дегенде, яғни ақпаратты көп жинаған адам, ақпаратты көп жинаған, оны тиімді пайдалана алатын адам туралы, яғни болашақта біз өзімізге жеке құжаттарымыз, яғни өзіміздің биологиялық түр екенімізді дәлелдеу мақсатында өмір сүретініміз туралы айтады негізінен ГТР-дің болашағы. Біз қазіргі ChatGPT жасанды интеллектке таңғалып отырғанымыз бұл дым емес деп айтады және осы ғалым. Болашақта адамдардың өмір сүру ұзақтығы 100-120 жас. Енді ол қаншалықты рас өтірік, оны өздеріңіз білесіздер. Мен де нақты толық келісе алмаймын, бірақ бұл болуы мүмкін жағдай болғанымен біздің тарихтың ағынымен әлі талай бір 50, мүмкін 100 жыл, немесе одан да көп, немесе одан да аз жыл керек болуы мүмкін. Жалпы бүгінгі сабақта осылай ГТР-дің кезеңдері және біз қай кезеңде өмір сүріп отырмыз және болашақта қандай кезең болуы мүмкін деген секілді өзімізше болжам жасап көрдік. 2030 жылға қарайды бізде 30% мамандықтар жойылатыны қазір факт болып саналады. яғни жойылады, осының барлығы ақпарат алынып өтеді. Қазір біздің Қазақстанда да бүкіл жүйелердің цифрландырылуы осы 4-ші кезеңде өмір сүріп жатқанымызды көрсетеді. яғни 4-ші кезең әлі белгісіз 5-ші бір кезеңге аттап жатқанымызды көрсетеді. Олай болса, сау болыңыздар, жақсы амандықта. Осы кітапты оқуға кеңес беремін. Негізінен айтқым келгені жаңағы техникалық революция мен кезеңдері, одан кейін Қазақстанның кішігірім орны мен мынау ғалымның кітабы бойынша болашақта қандай бізді өзгерістер күтіп тұр. және осы сұрақты ең алдымен тарихшы өзіне көп қою керек, себебі болашақтың қалай құрылатыны тікелей біздің жаңағыдай көбіне тарихшылардың оны қалай қабылдауында, қалай жеткізе алуында, қалай алдын ала дайындалып адамдарды үгіттеуіне байланысты болып отыр. Жақсы, ондай болса сау болыңыздар. Осы кітапты оқуға кеңес беремін.